интернет желісіндегі итальяндық мемдер сіз ойлағаннан тіпті қауіпті. Жалпы бұл сөздер баланың психикасын құртып, оны діни мазақтауға алып келеді. Жалпы бұның мағынасын көбісі біле бермейді, но бірақ қолданыстағы уже сөзге айналып бара жатыр. Ал ендеше біз бастаймыз, достар. Мен қазір сізге дәл осы мемдердің қазақша аудармасын, яғни мағынасын айтатын боламын. Мені қолдап, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тралалеро тралала. 3 аяқты суда кетіп бара жатқан акула. Яғни бұл қандай мағына береді десеңіздер, жалпы Құдайдың өзі кешірсін. Алла шошқа, Құдай шошқа дегенді білдіреді. Яғни бұл бұның балаға деген қаупі, яғни бұл баланы дінге қарсы қою дегенді білдіреді. Жалпы бұл мұсылман баласы үшін ырғақты әуен болып саналып жатыр. Ал бомбардино крокодиноның қазақшасы мынадай. Тыңдаңыз. Мен Палестинадағы балаларға бомба тастағым келеді. Мен Аллаға сенбеймін. Сенің анаңның рухымен қоректенем. Жалпы бұның балаға тигізер қаупі, баланы күнделікті зорлық сөздерге алып, уже соны әдет қылуға тырысатын сөздер. Уже бұл үйреншікті сөз болып қалған. Даже бұны үлкені де, жасы жоғарысы да, кішісі де, TikTok, Insta, YouTube'да ашқан, бәр жерде ашсаң осы сөздер шығады. Сол үшін де бұл сөздерге қатты әуес болмаңыздар дегім келеді.